Ажырасу қатты күнә ма дейді. Страшный күнә, ужасный күнә, ажырасқан сайын күнә. Алла тағаланың тағдыры деп шайтан кайфовать ететін дүние. Кайфовать, хочу кайфовать деген тура сол. Шайтанға айтылды өлеңі сол. Ажырастырып, хочу кайфовать деген сөз сол. Ажыраспа. Максимально, енді ұрып, соғып, өлтіріп баратса, полиция бар, басқа бар. Әйтеуір амалда. Бірақ семья, мен имам ретінде, дін қызметкерлері ретінде отбасының сақталуына міндеттімін. Маған сөйлеп қойды, маған бүйтіп қойды, маған сөйтті, боқтады, бір нәрсе қылды деп, семьяны ыдыратқандар. Уахам, соның ортасына түсіп алып, өсек айтып, сенің бүйткенде, енең мені бүйтті, енең сөйтті деп, ажырасқаннан абырой таппайсың, орден таппайсың. Біреуден ажырасып, одан ары қарай тағы күйеуге шығып бақытты болған жақсақ шығар, бірақ орден тағылмайды саған ол үшін. Тас түскен жеріне ауыр алтыным, тастай батып судайсың деген саған жақсы насихат айтқан тойда бүкіл қазақ болып айтқанбыз. Соны отбасын сақтап қалу, бұл даналықтың даналығы, ұлағаттықтың ұлағаттығы. Кетем деп кету, ол ұлағаттық емес. Өзің өмірің өзің шешесің, біз жаман деп айтамаймыз оны. Бірақ қалай болғанда да жалғыз әйел бала тәрбиелеу өте қиын. Материально да қиын, морально да қиын, физиологиялық жағдайдан да қиын. Бала өскеннен кейін әке қалайды. Анашы менің әкем қайда, барлығы әкесі бар дегенде не айтасыз? Қандай күйге түсесіз? Сондықтан әкелерді ардақтаңыздар. Идеальный әке болмайтын шығар. Сіз ойлағанда әке болмайтын шығар. Елдің алдында сызылып сөйлеп, құда болып, күшті болатын әкелер көп. Өз перзентіне қадір жарымаған, әйеліне жарымаған, әйелін ұрысқан, әйелін боқтаған, әйелінің қадірін түсірген, аяққа таптаған ғұламалар да бар, керек десеңіз. Сондықтан да бір әйелін таптап, екінші қатын алып, қатыннан қатын көбейтіп, сөйтіп жүргендерді жеткілікті. Оның талайын білеміз. Өздері де біліп отыр, өздері де естіп отыр. Кімге айтылып отқан бұл сөзді. Сондықтан, ардақтылар, біз жанұяның бекем болуы, мығым болуы, отбасының тату тәтті болуы, перзенттердің жақсы толық ата-анадан өсіп өніп шығуы, боғауыз көрмеген, айғай шу көрмеген, қатты сөз естімеген отбасынан қазақтың келешек салиқалы ұрпақтары шығады.